Жаһандық экологиялық қор орталық Азиядағы экожүйені қалпына келтіруге 20 миллион доллар шамасында қаржы бөледі. Бұл жөнінде аталмыш қордың басшысы Карлос Мануэль Родригес арнамызға берген эксклюзивті сұхбатында айтты. Осы ретте айта кетерлік жайт, бұл ғаламдық ұйым 30 жыл бойы аймақта, оның ішінде Қазақстанда қоршаған ортаны қорғау қамындағы жобаларға қаражат құйып келеді. Бүгінге дейін бұл бағыттағы тың бастамаларының 85% сәтті жүзеге асқан. Қазіргі таңда қор елімізде Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасымен бірлесіп, жаһандық маңызға ие экожүйелерді сақтау және тұрақты басқару жобасын қолға алған. Оның аясында ел аумағын мекендейтін қар барысының тұқымын сақтау көзделіп отыр. The JEF has helped to increase the areas for protection of Жаһандық экологиялық қор соңғы 15 жылда қар барысы қорғалатын арнайы аумақты 1 миллион гектарға дейін кеңейтуге септесті. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Қазақстандағы осы дала аңдарының тұқымын сақтауда қор құйған инвестицияның көмегі тиді деп ойлаймын. Қазір Қазақстанда қызыл кітапқа енген жануардың 150-200 басы кезігеді. Бұл көп емес, алайда өзге елдерге қарағанда өсім бар. Басқа мекендерде олардың жойылып кету қаупі зор. Мен Қазақстан қар барысына қолайлы жағдай жасау ісіне әлі де қарқын қоса түсетініне кәміл сенемін. This country will continue creating the right conditions for the snow leopards. Ұлыбританияда орталық Азия мемлекеттеріне климаттың өзгеруінің теріс салдарымен күресуде қолдау көрсетуге мүдделілік танытуда. Біріккен Корольдік бұл мақсатта арнайы қор құрды. Британдық тарап оның аясында халықаралық аралды құтқару қорымен ынтымақтастық орнатуға дайындығын жеткізді. Екі жақты ынтымақтастықтың басым бағыттары белгілі. Бұл қос жақтың ғылыми зерттеу институттарының тәжірибе алмасуы, Қазақстанға осы саланың әлемдік деңгейдегі сарапшыларын тарту, су дипломатиясы саласындағы техникалық мамандықтарда оқитын студенттер мен мамандар үшін жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру. Қазақстанның су ресурстары және ирригация министрлігі мен британдық компаниялар арасында тығыз ынтымақтастық орнатуға болатын бағыттар көп. Британдық сарапшылардан Қазақстанда өзекті мәселелерді шешу бойынша үлкен тәжірибесі бар. Халықаралық ынтымақтастық біз үшін өте маңызды. Біздің өзара іс-қимылымыз ұзақ мерзімді және жемісті болатынына сенімдіміз.